Құрметті Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, өзіңізге мәжбүр болып келіп тұрмын мен осы жерге. Өзім жалғыз басты анамын. Форма 4 артында асыраушым жоқ. Осындай жағдайлар орын алып жатқан екен, келіп тұрмын мәжбүр болған екен. Өзім военный болып 13 жылдан бері отанымды қорғап келе жатқан азаматшамын. Міне, Акимкова Гохар Халиловна боламын. Жетіскенмен мен 2 суткадан бұл жаққа келіп тұрған жоқпын. 4,5 жасар қызымның құқығын қорғап келіп тұрмын мен бұраға. Міне, 4,5 жасар қызымның құқығын келіп тұрмын. Мен баспаған жерім, бармаған тауым қалмады. Мен барлық жерге барып келіп отырмын, бірақ ояқтан қолға алынбаған екен. Облыстың әкімінің орынбасары Қалқаманов Сәкен деген мырза маған арманың не, мақсатың не деп айтып отыр. Орада отырған әкімнің... Қай облыстың? Түркістан облысының. Я, Түркістан облысының. Арыс ауданының әкімі отырды қасымызда. Гүлжан Мамытқызы. Ешқандай қолға реагирование жасап жатқан жоқ, ешқандай қолға алынып жоқ. Сол себептен мен құрметті Қазақстан Республикасының президенті өзіңізден, бар үмітім өзіңізде, военный адамның қызын военныйға осындай жағдай жасалып жатыр. Кеше осындай төтенше жағдай болған кезде әрқайсымыздың қолымызда закрепленный оружиемен біз отанымызды қорғап, әрқайсымыз казарменный расположениеде жаттық. Біздің азаматтарымыз Алматы қаласына барып, отанды осы елімізді, гражданский лицоларды қорғаймыз деп азаматтарымыз жүрді. Сонда мен казарменный расположениеде 20 күн жатқан кезде менің қызыма көрсетпеген нәрселер қалмады. Сонда біздің будущее отанымызды, біздің будущеларымызға балта шауып, жаңағы біздің болашағымыз ғой былай айтқан кезінде. Болашағымызға ұрудан басқа ештеңе жасаған жоқ па? Барлығын істеп келе жатыр. Жоқ, денесінің барлық. Басында закрытый черепной травма, жүрегінен ұрған. Мүшесі, төменгі мүшесі. Жоқ, төменгі мүшесі ол жағын емес, жүрегінен ұрған. Барлығын істеп келе жатыр. Қазір осы жағдай провокатор дейді. Қазақстан Республикасының президенті өзіңіз айтып отырсыз. Қазір мына бізде төтенше жағдай болып жатқанына байланысты провокация қаяқтан шығып жатыр? Сондай азаматтардан, азаматшалардан шығып жатыр мысалы да. Провокация. Burada бір провокатор жасап отырған Баратова Сәуле деген азаматша, повардың әшейін көмекшісі. Сол осыншама қалге жеткізіп провокация жасап отыр. Соның кесірінен бүкіл балабақша осындай жағдайға жетіп, менің қызымды осындай қылып отыр. Мен осыған түсіне алмадым мен. Сол себептен мен сол 2 суткалық жерден Арыс қаласынан осы жерге келіп отырмын. Бар үмітім өзіңізде. Сіз айттыңыз ғой осы Түркістан облысы Арыс қаласында шөкейтін туысқандарды бүкіл осы әкім жаңағы рас. Барлығы сондай екен. Ержан туысқандары. Қалай сөзде мемлекет бұл? Қарапайым халық жұмыс істемейді. Ержан деген автокөлік айдап жүрген полиция қызметкері болып пенсияға шыққан екен сол жерден. Сол маған 2 күннен бері угрожать етіп, мойныңды суырып алам, мойныңды артыңа қаратам, қызыңа көрсетем дейді. Сонда мен 4,5 жасар қызыма не деп көрсетпекші, а? Менің мойнымды суырмақшы. Менің бір тал шашыма министр оборонаға шейін жауап береді. Мен жетістік келіп тұрған жоқпын бұраға. Құдай қаласа жақында мен пенсияға шығу керекпін июль айында да. Мен осы араға 2 сутка жерден ойнап келіп отырған жоқпын. 4,5 жасар қызымның дедім, әрі адвокаты, әрі судьясы болып келіп тұрмын мен бұраға. Не деген масқара? Отан қорғаушы менің басымды жұлып, мойнымды артыма қаратам дейді. Ішкілікке әуес қой еркек мынау да. Мен Приму Дальбековпен сөйлесем дейді, мен Приму Исабековпен сөйлесем дейді. Мені полиция қызметкерлерімен қорқытады. Астанаға жету үшін неше қаражат жұмсадыңыз? Мен қазір қолымнан пойызға мінгенге 10 мың теңге шықты, ал тамақ пұлым бар, басқан бар 30 мыңдай. Былай да ішесіз ғой? 10 мың неге кетті? 10 мың жолына кетті. Әмбе Астананың тамағы 3 есе қымбат қой Шымкентке қарағанда. Таза 10 мың, иә? Әмбе Түркістаннан Шымкентке жету керек қой сізге. Оғанға жақшы кетті. Тағы да 10 мыңдай кетеді. 20 мың. Пойызға билет жоқ. 20 мың. Пересадкамен кетеміз, құдай қаласа Алматыға, Алматыдан ары қарай Арысқа қарай кетуге. Өзіңіздің Арыстан жету үшін Астанаға неше жалпы ақша кетті? Арыстан осы жаққа келгенге қазір мен әшейін пойызбен 10 мың теңге, тамақ пұлың бар, тағы burada пойыз жоқ деп есептеменіз жолыңызбен есептеген кезінде майда шүйденмен кемінде 50 мыңдай ақша кетіп жатыр ғой қазір мысалы. Ал ол мен қазір кредитімді де төлемеймін, мен ертең Каспий банкқа 98 мың кредит құю керекпін. Кредит құятын ақшамды мен ертең 20-сына осы жаққа келіп тұрмын мен. Жетуіңіз тағы бір 50 мыңға жетесіз. Пойызға билет жоқ. Сомен 100 мыңдай ақша. Тәулікке пәтер жалдайсыз. Мен қазір гостиницам бар, басқан бар. Бір тәулікке 20 мың дейді гостиница қазір. Амал жоқ. Мен айтып жатырмын ғой, қолымда қазір 100 мың ақшам, Каспий ертең 20-сына төлеу керекпін, 98 мың ақшам. Мен сол ақшаны осы қаражатыма жұмсап келіп отырмын.
Мұны қаншама бізде осы уақытқа дейін қаражат шығып жатыр. Менің қалтамнан моральдық, материалдық шығын келіп жатқан мынандай топ тұр менің қолымда да. Фискальный чектердің барлығы тұр дәлелдеме есебінде. Міне осындай жағдайлар болып жатыр бізде.